Баршаңызға сәлем, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай зум эффектіні слайдқа қалай қосу керектігін көрсететін боламын. Егер де қызық болса, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ол үшін вставка, оның ішіне фигуритан, төртбұрышты фигураны таңдап, осында қоямыз. Мышканың оң жағын басып формат фигуры таңдаймыз. Заливка деген жерден градиентная заливканы таңдаймыз. Мінекей мына жерде цвет деген жерден түсін ауыстыруға болады. Мінекей мында төмен қараған төртбұрышты фигуралар тұр. Осыны қозғалту арқылы мінекей түстерін шамалы өзгертуге де болады. Және мына жерде тип деген жерден радиан, линия деген жерлер бар. Осында өзгертуге болады, немесе мына тұрған жерден түстерінде ауыстыруға болады. Немесе бұндай қылмай жай ғана кәдімгі суретті алып фон ретінде де қоя қойсақ болады, немесе жай ғана бір түсті етіп алсаңыздар да болады. Мен тек осылай жасағым келді. Мінекей бірінші бет дайын. Енді әрмен қарай өзіңізге керек деген басқа да слайд беттерін дайындап аласыз. Мен енді бұл мысал ретінде жасалып жатқан, бұл менде 13-ші практикалық жұмыс. Сол үшін мінекей жай ғана осы 3 суретті қойып шықтым. Енді вставка, оның ішіне фигура деген жерден төртбұрышты фигураны бірінші слайдқа қоямын. Контур фигуры и заливка фигуриден ақ түсіні таңдаймын да, мышканың оң жағын басып вырезать деймін. Енді главное деген жерде вставить дегенде мынау екінші тұрған батырманы басамын. Енді жоғарыда формат рисунка деген жерден бұған рамка қоятын боламын. Құрметті көрермен, бұл менде жасалып жатқан 13-ші практикалық жұмыс. Осыған дейінгі 12 практикалық жұмысым менің осы YouTube каналымда бар. Плейлистқа өтіп, PowerPoint дегенге кірсеңіздер, барлық практикалық жұмыстарды бір жерге жинақтап қойдым. Көрсеңіздер болады. Енді осы жасаған фигурамызды копировать етіп, вставить етіп қоямыз. Көлемін барлығын әдемілеп келтіріп аламыз. Енді сол жақ шеттегі слайдтардың тізімінің ішінен екінші слайдқа барып, мышканың оң жағын басамын да добавить раздел дегенге барамын. Осы жерден бір санын жазып переименовать дегенді басамын. Дәл осылай басқа слайдтарға да жасап шығамын. Оларға 2 және 3 деген атау беремін, немесе ешқандай да атау бермесеңіздер де болады. Жай ғана переименовать дегенді баса саласыздар. Ал енді қайтадан бірінші слайдқа өтеміз. Вставка, оның ішінде оглавление деп тұр. Осыған барамыз, немесе зум деп тұру қажет. Осының үстін басып, ссылка на раздел дегенге барамыз. Енді жаңа жасаған 3 разделге галочка қоямыз. Үшеуіне де енді вставить дегенді басамыз. Енді осының әр қайсысын, әр осы төртбұрышты фигураның жанына апарып, ішіне көлемін келтіріп, как будто ақ фигура сыртында рамка сияқты қылып, осылай фигурасын келтіріп қоямыз. Және де әр қайсысына мінекей жоғарыда масштаб деп тұр. Осы жерден эффект беретін боламыз, немесе мынадай кішкене бір рамка беріп, бір әдемілеуге болады. Енді мен әр слайд бетіне осындай кішігірім ақпаратты жазып кетемін. Сіздер тек қана бұндай сурет емес, басқа да көптеген түрлі слайдтарды осылай енгізсеңіздер болады. Енді слайдты ашып көретін болсақ, біз қалай басамыз? Жай ғана мышканың сол жағын осы суреттің үстіне апарып басатын боламыз. Сол кезде осы слайдымыз үлкейіп көрінеді. Көптеген тапсырмаларды жасауға әртүрлі, мысалға ұяшықтарды таңдап, соның ішінен тапсырма ашып орындауға деген секілді көптеген нұсқаларға пайдалансаңыздар болады. Егер де бұл видео сіздерге қызықты әрі пайдалы болған болса, онда лайк басып, пікір жазу арқылы білдіре кетіңіздер. Және де басқа да алда шығатын практикалық жұмыстардан қалыс қалмау үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчикті баса отырыңыздар.